Баршаңызға сәлем. Бүгін сахарная бумагамен қалай жұмыс жасау керектігін өтетін боламыз. Ол үшін бізге осындай сахарная бумага қажет болады. Бұны кондитерлік дүкендерден сатып алсаңыздар, не болмаса өзіңіздің ойыңыздағысын шығарып алсаңыздар болады. Және де сахарная бумаганы міндетті түрде зип пакетте сақтаймыз. Ең алдымен өзімізге керек суретімізді осылай қайшының көмегімен қиып аламыз. Қырқып алған суретімізді мастиканың бетіне жапсыратын боламыз. Ол үшін мастикамызды қалыңдығы 4-5 мм қылып жаямыз. Және де осы қағазымыздың астында клеенкасы болады. Клеенканы алып, мастиканың бетіне қоямыз. Оқтайдың көмегімен бетінен басамыз. Барлығын дәл видеодағыдай жасаймыз. Кейін пышақтың көмегімен шетіндегі артық мастиканы алып тастайтын боламыз. Шетіндегі мастикаларымызды тастамаймыз, оның бәрін біріктіріп келесі жол пайдалануға пакеттің ішіне салып қоямыз. Және де мастикамызды міндетті түрде жүгері крахмалымен жайғандарыңыз дұрыс, сол кезде оңай жайылатын болады. Торттың бетіне не болмаса жанына жапсыратын болсаңыздар, осыны теріс қаратып бір дөңге қалдырып кептіреміз. Мен бірақ бұны шпажкаға қадайтын боламын, сол себепті абайлап кеппей тұрып шпажканы қадаймыз. Осылай кіргіземіз. Және де тегіс жерге теріс қаратып бөлме температурасында бір түн кептіреміз. Жақсылап кептіруіміз қажет. Содан кейін пайдалана берсеңіздер болады. Жақсылап кепкен соң осылай торттың бетіне сәндеп қоямыз. Бұл өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.